Үйде творог пен қаймақ бар ма? Онда бүгін ауызда еріп кететін нәзік творожный сметанник дайындаймыз. Кеттік. Ол үшін бізге сметана, қант, жұмыртқа, ванилин, разрыхлитель және де сметана керек болады. Қалауларыңызша вкусный крахмал қосаңыздар болады. Осылайша барлығын блендермен езіп аламыз. Езілген творогқа сметананы, қантты және де жұмыртқаны қосып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Крахмал кукурузный. Қамырымызды құйып, пешке жібереміз. Пеш 180-190 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Ал піскен кезде үй іші сондай керемет иіске толады. Бір рет жасап көрсеңіз, қайта жасағыңыз келе береді. Қазір жазда бестегі шайды барлығы ішетін шығар. Дәл сол бестегі шайға ұсынсаңыздар керемет кетеді. Рецепт дайындау жолы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле кетіңіздер. Күнделікті видеодан жүктеуге тырысамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Қазір бұны аударамыз.